Сәлеметсіз бе? Мен сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Осы біздің қазіргі қоғамда қайырымдылық шараларын ұйымдастырған дұрыс па? Ойыңызбен бөліссеңіз. Әрине дұрыс, келісемін. Мына бүгінгі лицейде болып жатқан қайырымдылық акциясына әже болсам да мен немерем атынан қатысып тұрмын. Бұл қайырымдылық деген көмектесу, салауатты өмір салтын сақтау, дұрыс. Осы балалар кейінгі ұрпаққа тәрбие болсын, үлгі болсын деп бүгін қатысып жатырмыз. Мен ойлаймын, қайырымдылық деген адамгершіліктің негізі деп ойлаймын. Адамгершілік болса, ол біздің болашақ өсіп келе жатқан жеткіншектер үшін өте маңызды. Мына біздің IT лицейімізде бүгін акция ұйымдастырылып жатыр. 7-ші А сынып ата-аналары осы тәтті де дәмді тағамдарын әзірлеп алып келді осы акцияға қатысу үшін. Біздің тілегіміз Ернар баламыз сауығып кетсін деп тілейміз. Сол мақсатта өткізіп жатыр осы акция. Және спартакиадаға мына ата-аналарымыз белсенді қатысуда. Тағы да қоса айтарым, жаңағы салауатты өмір салты болашақта денсаулықтың кепілі деп ойлаймын. Что нужно для счастья болеющим людям? Мне кажется, болеющим людям прежде всего надо это забота, поддержка, понимание близких, и чтобы окружали только хорошие люди. И это самое главное. Что вы пожелаете Ернару? Ернару хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья. Пускай все мечты его сбываются. И хочу пожелать, чтобы чтобы он больше никогда не болел. Пускай выздоравливает Ернар. Спасибо. Осы қайырымдылық акциясы арқылы біздер келешек ұрпағымызға, болашағымызға, яғни балаларымызға тәрбие көрсету мақсатында, яғни адамға қол ұшын беру керек деген мақсатпен сондай акция ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Ернар баламызға жаңағы емделіп жазылып кетуіне тілек білдіреміз. Осындай қиын кезде қол ұшын беріп көмектесуге осындай ұйымдастырып жатқан мектептің ұжымына үлкен рахмет айтамыз. Балаларымызға үлкен өнеге болады деп ойлаймыз. Енді тек қана тілегіміз жазылып кетсін дейміз. Рахмет жауабыңызға. Сәлеметсіздер ма? Бүгін IT лицей мектеп қабырғасында жылдағы өздірілетін дәстүрлі ата-аналар арасындағы спартакиада өздірілді. Осы спартакиадамен қатар біздер Ернар баламыздың денсаулығына байланысты қайырымдылық жәрмеңкесі өздірілді. Осы жәрмеңкенің негізгі мақсаты біздер балаларымызбен бірге отырып, арзан бағада жаңағы түрлі тағамдар сатылуда. Осы тағамдардан түскен қорды біздер осы баламызға аудармақшымыз. Енді біздер ата-ана ретінде барлық осы IT лицейінің ата-аналарының атынан Ернар баламыздың денсаулығының жақсарып кетуіне ана ретінде тілекшіміз. Барлық жақсы болады деп сенеміз. Енді бүгінгі осы қайырымдылық жәрмеңкесінде ата-аналар өте белсенділікпен қатысты. Соның жәрмеңкенің соңында біздер Ернар баламызға 120 мың ақша жинап отырмыз. Жиналған ақшамыз пайдасына жаратсын дейміз. Тілекшіміз сауығып кетсін балаңыз. Әлде алда жақсылықтар болсын деп күтеміз, үміттенеміз. Денсаулығы жақсарсын. Енді осындай қайырымдылық жәрмеңкесі барлық жерлерде де оздырылсын деп, бүкіл қазақстандықтарды осындай денсаулығы мүкіс болып жатқан балаларға қайырымдылық жасайық бәрімізде, балалар ауырмасын деп, кімнің баласы болса да дені сау болсын деп тілейік. Бәрімізде осындай қайырымдылық жәрмеңкесіне шақырамыз.